Ұйқыдан тұра салысымен шаршап ештеңе істегісі келмесе, көп адамдар мұндай жағдайда өзін мен жалқаумын деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл жалқаулық емес, бұл сіздің ағзаңыздың беріп жатқан маңызды сигналы. Сіздермен бірге ем болсын каналы видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі бүгін энергия тақырыбын қозғайтын боламыз. Адам ағзасы өте күрделі жүйе. Егер сіз үнемі шаршап жүрсеңіз, бұл міндетті түрде белгілі бір себептерге байланысты болады. Бірінші себеп витаминдер мен минералдардың жетіспеуі. Әсіресе көктем мезгілінде бұл өте жиі кездеседі. Себебі қыс бойы күн сәулесі аз болады, ал бұл витамин D деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Витамин D ағзадағы көптеген процестерге қатысады. Соның ішінде энергия деңгейін ұстап тұруға көмектеседі. Егер ағзада темір аз болса, жасушаларға оттегі жеткіліксіз барады. Осының нәтижесінде адам өзін әлсіз, тез шаршайтын, кейде басы айналатын күйде сезінеді. Магний де назардан тыс қалмау керек. Бұл элемент жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Егер магний жетіспесе, адамдар мазасыздық, ашуланшақтық, ұйқының бұзылуы байқалады. Ал ұйқы дұрыс болмаса, ағза толық қалпына келмейді. Екінші үлкен себеп ұйқының сапасы. Мысалы, ұйықтар алдында телефон қарау өте кең таралған әдет. Телефоннан шығатын жарық миды белсенді күйде ұстайды. Сол себепті ми толық демалмайды. Ал таңертең адам өзін әлі де шаршаңқы сезінеді. Үшінші себеп созылмалы стресс. Қазіргі өмірде адам үнемі ақпарат ағымында жүреді. Жұмыс, әлеуметтік желілер, түрлі уайымдар. Ағза мұндай жағдайда қорғаныс режиміне өтеді. Бұл кезде ағзада стресс гормондары көбейеді, ал бұл энергияның тез жұмсалуына әкеледі. Сондықтан адамдар ешқандай физикалық жұмыс істемесе де өзін шаршаңқы сезінеді. Төртінші себеп дұрыс тамақтанбау. Ағзаға энергия беру үшін сапалы қоректік заттар қажет. Егер тамақ рационында пайдалы заттар аз болса, ағза жеткілікті энергия ала алмайды. Әсіресе тәтті тағамдар мен фастфуд уақытша ғана энергия береді. Бірақ кейін қайтадан әлсіздік пайда болады. Сондықтан дұрыс тамақтану энергия деңгейін ұстап тұрудың маңызды бөлігі. Егер сіз үнемі шаршап жүрсеңіз, бұл қалыпты жағдай емес. Бұл сіздің ағзаңыздың сізге көмек қажет екенін білдіретін белгі. Өз ағзаңызға көңіл бөліңіз, ұйқыңызды реттеңіз, дұрыс тамақтаныңыз. Қажет болса дәрігерге қаралыңыз. Сонда ғана сіз энергияңызды қайтара аласыз. Ал сіздер энергия сақтау үшін қандай шара қолданып жүрсіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.